Мен Ситкарев Мәди Тұрманбекұлы, осы Қызылжұз ауылында тұрам. Үйіміз анау келсек, бүгіннен бастап келіп жатырық, заттарды шығарамай жүрміз. Мынау Бекмағамбет Қанат деген көп баланың үйінде емес бәрі. Үйіне зат аламай жатыр ештеме. Үйдің қасын көрдіңіздер, машинаны көрдіңіздер. Бүкіл көше алдалып отыр бәрі. Жүрміз қаңғырып, жататын жер жоқ, ана неге сыймай жатыр көше. Ана салып әкеп берген палаткаға. Әркім өздері істеп алып жатыр жер, әрбір жерден. Үйлердің қорасы бұзылмаған. Сондай жерде тұрып жатыр бәрі. Үй керек еді аған. Ауылдың жастары келеміз деп жатыр ауылға түгел. Үй болса, ауылда тұрамыз деп. Көшеде жүрміз. Мектебіміз мынау құлады. Мектеп көшеде жүре алмайды ешкім. Жүрміз көшеде қаңғып. Кім тамақ істейді, далада тамақ ішіп жүрміз. 2 күн болды міне. Далада жүргеніміз. Жол енді салынып жатыр. Ашылып. Мектеп құлап жатқан. Көшеміз мынандай түгел. Шоқалақ. Үйлер бітті уже, келмейді. Қора түгел кеткен. Біз өзіміз 11 жыл бойы оқыған мектебіміз. Келсек жылағымыз келеді. Осындай салып берсе, балалар келіп қуанады бұл жерде. Қарасай, 11 жыл бойы оқығанбыз. Қарап отырамыз осыған. Жүрміз енді көшеде. Жылағың келеді көрсең бәрін. Мектеп. Ол мектеп міне біздің 11 жыл бойы оқыған. Көріп жылағымыз келіп жатыр мектепті. Балаларымыз арқалықта жүр бүкілі. Ауылға келеміз де кішкентай балалардың өзі. Ауылға қашан барамыз, мектебіміз қашан өзіміз мектепте оқуымыз келеді деп. Мектепке қайдан кетті? Ауылдың өзі дал-дал болып жатыр. Сол мынау жағдайымыз. Мен осы ауылдың туып өскен жерім, осы Қызылжұзда бала кезімізден бастап, біз мектептің қасында тұрмыз қазір. Менің артымда тұрған мына жағындағы ақ здание, бұның іргетасы 48 жылға алынған. Мына жақта тұрған силикатный, бұл 80 жылға алынған. Осы Қызылжұз ауылында қызметтік жолымды бастадым 90 жылы, 2006 жылға дейін. 2006 жылы кеттім. Ауылымыздың сыйқы осы, бәленбай бала оқыды. Бұл мектепте кезінде 140 балаға дейін оқушы болды осы мектепте. Қазір мынау мәселеге байланысты балалардың саны азайып кетті. Соңғы кезде біздің еліміз ауыл дегенде ешкім қарап жатқан жоқ қой. Мынау жастар дегенде ешкім көтеріп жатқан жоқ. Сол жастардың мәселесі көтерілмегеннен кейін ауылда жастардың тұрғылары келмей, көбісі қалаға кеткесін. Мектепте балалар азайды. Қазірдің өзінде осы мектепте 40-қа тақау бала оқыды. Әлі күнге дейін 9 жылдық мектеп болды. Еліміз қандай тамаша болды. Бүгін жау шапқандай мектебіміздің қабырғасы мынау. Сондай жағдайлар болды бізде. Жағдайымыз осы. Енді ауылымызды салып берсе екен деп, әлі күнге дейін жастардың көбісі солай жүр. Көбісі енді жоғары жақтан ешқандай көмек болмайды деп кетіп жатыр. Сонда да бірақ енді ауыл мәселесін көтеру керек. Анау қырдың үстінен ауылымыз салып берсе, осы жерде 2 километр жерге жақсы болар еді деп айтарым. Бізге керегі баспана. Ең бірінші баспана, адам тұратын. Сосын мектеп. Бізге басқа еш нәрсе керек жоқ. Ең бастысы баспана. Біз ешкімнен суды талап еткен жоқпыз. Бұл ауылда әркімнің өзінің қазып алған артизанский құдығы бар. Қазақстан бойынша судың мәселесі шешілген жер бұл. Судың мәселесін өзіміз де шешеміз, басқасын. Бәрі шешілген. Каждый үйде 2 құдықтан бар жер асты суын пайдаланып отырмыз. Енді осы ауылға үй салып берсе, әрбір семьяға, қалатын семьяға баспана, одан кейін мектеп салып берсе, әлі жастардың бәрі бұл жаққа оралады. Жастар мәселесін көтеріп, Қазақстанның мынау жаңа Қазақстан дейді, жаңа Қазақстанды енді бастау керек. 30 жыл бойы жаңа Қазақстанды көрдік қой, қандай болған. Елдің бәрі бүкіл шетелдер күлкі болып жатырмыз. Ең соңында осындайға душар болдық. Алдын алғанда да болатын еді. Мен айттым осыны алдында, февральда айттым, осындай болады бізде. Февральдың 10-да жаңбыр жауған кезде. Биыл бізде су тасқыны қатты болады. Өйткені жердің бәрі 23 августтан бері жаңбыр жауды.
Сол жаңбыр мінекей февральдың 10-ында тоқтады. Оған дейін жаңбыр жауып, қатырай берді, көк айна көгіміз, жылдан бері қырдан құлады су тікесінен. Өзеннің келгеннен қорыққан жоқпыз біз. Қырдан құлаған суға қарсы шыға алмадық, мына қырдың басынан су құлаған кезде. Әйтпесе мал мүлкіміздің бәрін алып кету керек еді, ертерек. Және де ауыл аралда қалды бірінші очередь. Мынау қырдан су құлаған кезде біз өтіп кетуімізге болатын еді. Біз естідік, жоғары жақтан звондады. Бірақ мынау біз аралда қалдық. Аралдан өтетін бізде техника болмай қалды. Сондықтан, біз ешкімге ренжімейміз. Енді елде болып жатқан апаттың бәрі осы шығар. Халық көмектесіп шығар. Арқалық қаласының әкімі Асанов мырзаға көп рахмет. Тікұшақ жіберді, тікұшақ жібермегенде біз осы ауылда мектептің төбесінде біраз зардап шегетін едік. Сол тікұшақтың арқасында қалдық. Мен Елебаев Дастан, осы ауылдың тұрғынымын. Осы бала кезімнен бастап осы жақта тұрам. Машинам кетті, үй кетті, гараж кетті жанында, есік алдында. Мына жағын қараңыздар, тағы машинам кетті міне. Не бір машинам тұр. Үйдің жағдайы мынау. Мына жағынан көршімде кетті, көршімнің үйді. Мына жағында малдарым да жатыр, қарап көріңіздер, жүріңіздер. Міне мынау кухням, летнигім. Мына жағында гараж құлаған. Мына жағында шығарып қойған дүние мүлкім. Іске жарамсызы бар, жарамсызы бар. Онымен бірге малдарласып жатыр міне жерде. Міне жерде ақпай қалып қойған малдарымды шығарып қойдым. Үйге кіргізген ұсақтарым үйден шығардым, терезеден, ана терезеден. Мына жақ көршімнің үйі, көршімнің. Анау шатырдың үстінде тұрып түсірдік біз өзіміз. Неге жаңалыққа бергенде. Осылай жағдай. Немізді, дүниемізді қаяқ қарай қоятымызды білмей жатыр. Міне мына жақ беті, мынандай үйдің состояниесі. Мына уже жары іші құлап кеткен, мынандай боп. Міне мына әкемнің мініп жүрген машинасы. Бұл да бітті далада. Мына жерде летник бар, мынау соның шатыры. Үйдің жағдайын көріңіздер осындай. Үйдің іші мынандай болып отыр. Мына қорам мына жақ беті. Мына жақ беті міне үй. Үйдің ішін көріңіздер, қаншама дүние техника, нелердің, бытовой техниканың барлығы кетті үйдің ішінен. Мына жақ бетінде көршімнің үйі. Бұл да бітті көршімнің үйді. Міне көршімнің үйі. Көршімнің үйі. Көршім өзі қаладан келе алмайды. Үйі мынау қорасы, мынау қорасының үстінде. Мына осы қораның үстінде азғантай малымыз тірі қалды міне. Қараңыздар аралап. Мына жерде бір жылқы жатыр, сиыр жатыр, мына ұсақтары басып өлтіріп тастаған. Шығара алмайған. Қананың ішінде сиыр жатыр, қораның ішінде. Міне мына есік алды, теп-тегіс есік алды міне. Көріңіздер, жарғып жүрген. Жар болып кеткен мына жақ беті. Ана жағын көріңіздер, үйдің боковойын қараңыздар. Үйдің бүйірінен де түк те жоқ. Бері қарай. Мына үйдің бір жақ бүйірі целый тұрған. Анау шкаф қана ұстап тұр, шкаф құласа үйде құлайды уже. Мына жерде ботам ойын тұр, астында екі мотоцикл тұр, көршімнің өзі жаздай жылқыға мінген. Мына өзінің жем қорасының ішінде бәлен тонна жем бар тұғын бұлардықта. Жемдерді ақ кетті. Жағдай осындай, біз көмек сұраймыз, только ауылдан үй салып беруін сұраймыз. Басқа ештеңе дей алмаймын. Екі мектеппен үй салып берсе бізге. Мен 4 бала шағам бар, әйелім бар, қолымда әке шешем бар. Мектеп салып, үй салып беруді тілейміз. Басқа ештеңе айтарым жоқ, басқа қалып қосарым.